Әл-Бақара сүресі 178-188 аяттар. Уа, иман келтіргендер! Сендерге кісі қолынан өлген жақындарың үшін кек алу парыз етіледі. Егер де біреулер азат басты адамды өлтірсе, орнына азат адам. Ал егер құл өлтірсе, оның құлын. Әйел адам өлтірсе, оның әйел адамын өлтіріп кек алынады. Егер де құныкер тарапынан қылмыскерге кешірім жасалса, онда қылмысты пенде әділеттікке жүгініп, тиесілі құнын төлеуі тиіс. Жаратқанның сендерге жасаған жеңілдігі мен қайырымы осындай. Ал одан кейін шектен шығып кеткендерің азабы ауыр болады. Уа, ақыл иелері! Кек алу заңы өз өмірлеріңе қорған болмақ. Бәлкім, өзгенің қанын төгер алдында бір сәт ойланып сақтанарсыңдар. Сендерге өлім сәті жақындаған шақта өз дүние мүліктеріңді, арттарыңда қалатын ата-аналарыңа, туған-туысқандарыңа әділеттікпен бөліп беру жайлы игілікті өсиет қалдыру парыз етіледі. Тақуа жандарға жүктелетін бір міндет осы. Егер де кімде-кім жан тапсырушының өсиетін ести тұра қасақана өзгертіп жіберсе, бар күнә соның мойнына түседі. Ақиқатын айтар болсақ, Алла естуші, әр барлығын білуші. Өсиет қалдырушыны қателесуден немесе әділетсіздікке барып күнә жасаудан сақтау мақсатында туыстарының арасын бейбітшілікпен бітімдестірген жанға күнә жазылмайды. Ақиқатын айтар болсақ, Алла жарылқаушы және аса рахымды. Уа, иман келтіргендер! Өздеріңе дейін қауымға парыз етілгендей тақуалыққа жетулерің үшін сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Ораза ұстау мерзімі санаулы күндермен шектеледі. Егер де дәл сол күндері біреулерің науқастанып қалсаңдар немесе сапарда болсаңдар, басқа күндері ораза ұстап, орнын толтырыңдар. Ал орынды себептермен оразаны соңына дейін ұстай алмайтындарың үшін күніне бір міскін адамды тамақтандыру парыз. Кімде-кім осындай ізгіліктер жасауды белсенділік көрсетсе, қайыры өздеріне. Ораза ұстаудың өздеріңе пайдалы екенін білесіңдер ғой. Рамазан айы адамзатты тура жолға бастайтын, өмірдің ақиқатын ажыратып, айқын дәлелдермен көрсетіп берген қасиетті Құран түсірілген ай. Осы айға аман жеткен әрбір адам ораза ұстасын. Ал науқастанып қалғандар мен сапарда жүргендер басқа күндері ораза ұстап орнын толтырсын. Алла сендерге әр нәрсенің жеңілдігін қалайды, қиындықты қаламайды. Сендердің ораза күндерін толық орындағандарыңды, өздеріңді тура жолға салған Алланы ұлықтағандарыңды қалайды. Мүмкін Құдайға енді разы болып шүкіршілік етесіңдер. Құлдарым мен жайлы сұрай қалса, қасындамын. Тілек тілеушінің дұғасына жауап беремін. Олар да менің әміріме құлдық қылсын, иман келтірсін. Сонда ғана олар тура жолмен жүретін болады. Ораза айының түндерінде әйелдермен жақындасуларыңа рұқсат беріледі. Сендер бір-бірлерің үшін үстіге киетін киім секілдісіңдер. Алла сендердің жұбайларыңа жақындаспағаннан қиналғандарыңды, күнәларыңды күні бұрын білген. Тәубаларыңды қабыл етіп, кешірім берді. Енді түн кезінде әйелдеріңмен жақындаса беріңдер. Алланың өздеріңе бұйырған нәсібін татыңдар. Таң атар сәтте ақ жіп пен қара жіп ажырататындай мезгіл болғанға дейін ішіп жеңдер де кешке дейін ораза ұстаңдар. Мешіттерге истикафта болған кездеріңде әйелдеріңмен жақындаспаңдар. Алланың сендерге арнаған үкімдері осы. Оларды бұзушы болмаңдар. Тақуалықпен сақтанып жүрулерің үшін Алла өз аяттарын адамдарға осылай баяндайды. Бір-бірлеріңнің дүние байлықтарыңды әділетсіздікпен жемеңдер. Күнә екенін біле тұра, өзгелердің дүниесін заңсыз жолмен жеу, меншіктеп алу үшін ұлықтарға, билерге пара бермеңдер.